Саламатсыздар ма оқушылар, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы денеге қалай күтім жасаймыз. Бүгінгі сабақта денеге қалай күтім жасау керектігін білесіңдер. Тіс не үшін қажет екенін түсінесіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері тазалық, тіс шегі. Балалар, сендер жеке гигиена дегеніміз не екенін білесіңдер ме? Және денеңе қалай күтім жасайсыңдар. Яғни жеке гигиена дегеніміз жеке бас тазалығы. Жеке бас тазалығы ол денеге күтім жасап, оның тазалығын сақтау, денсаулықты шынықтыру. Ең алдымен ұйқыдан тұрғаннан кейін бетімізбен қолымызды жуу. Қолымызды жумай тамақ ішетін болсақ, микробтар ауыз арқылы ағзаға өтуі мүмкін. Тырнақтардың астында кір жиналмас үшін аптасына бір рет қиып отыру керек. Ауыз қуысына күнделікті көңіл бөліп, тазалығын сақтау керек. Тісті күн сайын таңертең, кешке тазалап отыру керек. Және аптасына бір рет жуынып, моншаға түсіп, киімді таза ұстау керек. Басқа біреудің орамалын, тіс щеткасын, тарағын пайдалануға болмайды. Балалар, соның ішінде біз ауыз қуысына көңіл бөлуіміз керек. Себебі ауыз қуысы арқылы көптеген тазалығын сақталмаған жағдайда көптеген ауруларға ұшыратуы мүмкін. Тісте тіс шегі пайда болып, тістердің жиенуіне әкеліп соғады. Тіс щеткасы әрбір балада, әрбір адамда өзінде жеке тіс щеткасы болуы керек. Балалар, тістегі тесіктер неден пайда болатынын, тіс шегінің қалай алдын алуға болатынын мына бейнероликті қарап тамашалаймыз. Сәлем, менің атым Руслан. Менің тістерім сау болғандықтан күлген кезінде әдемі көрінеді. Тістің сау болу үшін не істеу қажеттілігін білгілерің келеді ме? Тісті қашан тазалау қажет? Мен тісімді күніне 2 рет, әр жолы 2 минут бойы тазалаймын. Таңертең және ұйқы алдында. Тісті неге тазалау қажет? Тістің ойық шұңқыр жерлерінде кішкентай бактериялар өмір сүреді. Олар тістің арасында қалған тамақтың қалдығын жейді. Осы бактериялардан бөлінетін қышқылдардан біздің тісімізде кішкентай тесіктері пайда болады. Осы тесіктерді кариес деп атайды. Кариес пайда болған кезде тіс ауырады. Сондықтан тіс дәрігеріне барып тісті емдеу қажет болады. Ал егер тісті жумайтын болсақ, ауыздан нашар иіс шығады. Жақсы тіс щеткасын қалай таңдау қажет? Жұмсақ қылды щетканы таңдаңыз. Қатты қылдан тіс ауыру мүмкін, және қызыл иек қанталай бастайды. Тіс щеткасын баса домалақтау, жұмыр пішінді болғаны дұрыс. Сонда алдыңғы тістерді ішкі жағынан тазалауға болады. Жақсы тіс пастасын қалай таңдау қажет? Құрамында фтор барып тіс пастасын таңдаңыз. Фтор кариес пайда болуымен күресетін химиялық элемент. Ол тісті күштірек етеді. Тісті қалай дұрыс тазалау қажет? Тістің барлық жерлерін тазалау маңызды. Бұл оңай емес. Себебі тістің кейбір жерлеріне щетканы жеткізу қиын. Тістің 4 жағы бар. Шайнайтын, алдыңғы, бүйір жақтық және ішкі. Тісті тазалай бастаған кезде ауызды және щетканы жылы сумен шайыңыз. Одан кейін щеткаға тіс пастасын аздаған мөлшерін салыңыз. Мен тісті тазалауды бүйір жақ тұсынан бастаймын. Тіс щеткасын тістің бетіне қиғаштап, 45 градус бұрыш жасайтындай етіп қойып, щетканы алға және артқа қарай қозғалтыңыз. Әр қарай тістің шайнайтын алдыңғы және ішкі тұстарын тазалаңыз. Тістің ішкі тұстарын тазалау басқасынан өзгеше.
Щетканы қызу екке тігінен қойып, щетканы жоғары төмен 2 рет қозғалтыңыз. Тіс щеткасына қатты баспаңыз, және әр тісті жақсылап тазалаңыз. Тісті тазалау болғаннан кейін тілді де тазалаңыз. Тілде де бактериялар көп өмір сүреді. Тіс щеткасын қайда сақтау қажет? Тісті тазалау болғаннан кейін щетканы судың астында жақсылап шайып сілкіңіз, және тігінен кептірге қойыңыз. Егер бір стақанға бірнеше тіс щеткасы салынатын болса, бактериялар бір щеткадан келесіге көшуі мүмкін. Сондықтан, щеткаларын тазартатын бастары бір-бірінен алыстау тұру қажет. Тіс щеткасын әр 3 ай сайын ауыстырып отыру қажет. Және оларды жабық контейнерде сақтауға болмайды. Тіске зиянды тағам мен сусындар. Тістер сау болу үшін зиянды тағамдарды азырақ жеңіз. Және тәтті сусындарды азырақ ішіңіз. Әрине, тіс дәрігеріне көрініп тұру қажет. Кемінде жылына 2 рет. Есіңізде болсын, басты байлық денсаулық. Есте сақта, балалар, есімізге сақтап аламыз. Тістің пішіні мен көлемі олардың қызметіне байланысты. Денеге күтім жасағандай, оларға да күтім жасау керек. Балалар, құрттың құрамында кальций көп, ол сүйекті нығайтады. Құртты, қатты көкөніс пен жемістерді жеу тісті бүлінуден сақтайды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.